Баршаңызға сәлем. Мен бүгін сіздермен өте оңай, бар жоғы 2 заттан ғана жасалынатын салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен капустамызды жіңішке етіп турап аламыз. Немесе теркадан өткізіп алсаңыздар да болады. Менде үлкен капуста болғандықтан жартысын салат жасадым, ал егер сіздерде кішкентай капуста болса, соның барлығына салат жасасаңыздар болады. Капустамызды турап болғаннан кейін сәбізімізді ұзынша үккіштен өткізіп аламыз. Менде ол видеоға түспей қалыпты, сондықтан сіздер солай өткізіп алыңыздар. Сосын қантымыз бен тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Сосын салатымызға уксусымызды, сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Міне осымен біздің салатымыз дайын. Жасап көріңіздер, кез келген тағам түрімен оңай жеңеді. Бір жасасаңыздар қайта жасайтын боласыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.